Бәріне сәлем, Керек арнасының көрермендері. Ішекке пайдалы 4 өнімді білесіз бе? Адамның ішегі бұл өз жұмысын дербес реттейтін күрделі және ақылды жүйе. Бізден тек бактериялардың тепе-теңдігін сақтай отырып, микрофлораны қоректендіретін жаңа және пайдалы тағамдарды қабылдау қажет. Сізге ішек қарын жақсы сезініп, диета тепе-теңдікте болу үшін диетаға үнемі қандай тағамдарды қосу маңызды екенін айтамыз. Ең алдымен бұршақ тұқымдастары, ғалымдар еритін және ерімейтін тағамдық талшықтар ішектің сау микрофлорасын қалыптастыруда шешуші рөл атқаратынын анықтады. Жасымық, ноқат, бұршақ және басқа да бұршақ тұқымдастарында ішектің қабынуы мен қатерлі ісіктің алдын алатын заттар бар. Сүт өнімдері, йогурт сияқты кейбір ашытылған сүт өнімдерінде пробиотиктер көп болады. Бұл денсаулыққа пайда келтіретін микроорганизмдер. Пробиотиктер ықтимал зиянды бактерияларды микрофлоралардан ығыстырады, организмнің иммундық реакциясына әсер етеді, инфекциялармен күресуге және талшықтардың қорытылуына көмектеседі. Егер сіз таңғы ас кезінде ішетін йогуртта пробиотикалық бифидобактерия актерегулярис болса, әдетте өндірушілер мұны қаптамада көрсетеді. Сізде асқазанда жайсыздық белгілері аз болуы мүмкін. Ас қорыту жақсы және іштің кебуі болмайды. Ашыған тағамдар, камбу, қырыққабат, кимчи және басқа да ашытылған тағамдар пайдалы. Себебі олардың құрамында табиғи бактериялар бар. Олар жаңа тағамды ашыту кезінде пайда болады. Ферменттелген тағамдарды үнемі тұтыну іш қату қаупін азайтуға, лактозаның сіңуін жақсартуға және зиянды бактериялармен күресуге көмектеседі. Тұтас дәнді дақылдар. Гарвард медициналық мектебі ішек қарын денсаулығын сақтау үшін рационға киноа, дәнді бидай, тары, қара бидай, қоңыр және қара күріш қосуды ұсынады. Дәнді дақылдар талшықтардан, басқа дәрумендер мен минералдарға бай. Көбінесе нан немесе тұтас дәнді макарон өнімдері аз мөлшерде толық дән қосып, қарапайым ұннан жасалған өнім ретінде беріледі. Мұндай өнімдер денсаулыққа пайдалы емес. Сондықтан сіздің мақсатыңыз тек дәнді нан мен ең пайдалы макарон өнімдерін жеу болса, ингредиенттерді мұқият қарап жүріңіз. Денсаулығыңыз мықты болсын.